Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау поэмасы. Сәкен Сейфуллин қазақтың көрнекті ақыны, жазушысы, қоғам қайраткері, кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі. Оның шығармаларында отанға деген сүйіспеншілік, халық тарихы, еркіндік пен рухани жаңғыру мәселелері көрініс табады. Сәкен Сейфуллин фольклор мен табиғат бейнелерін кеңінен қолданған. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуған жауын. Жан жақтан ертелі кеш бұлттар келіп, жүреді біліп кетіп есен сауын. 80 көл Көкшетаудың саясында, әр қайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісті. Көкірек қанша жұтса тоясың ба? Көкшетау поэмасы 1929 жылы Ташкент қаласында жазылған 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің маңызды шығармаларының бірі. Шығармада Көкшетау өңіріне байланысты аңыз әңгімелер, туған жердің сұлулығы мен халықтың тағдыры суреттеледі. Поэмада табиғат, тарих және ұлттық рух өзара тығыз байланыста көрсетіледі. Көкшетау табиғатының сұлулығы, халықтың тарихи жады, ұлт тағдыры. Поэмада табиғат жай фон емес, белсенді көркем образ ретінде беріледі. Тау, көл, дала бейнелері, халықтың күш-қуатын, рухани байлығын, өткен тарихын символдайды. Аңыздық образдар шығармаға терең мағына береді. Поэманың маңызы отансүйгіштікке тәрбиелейді, ұлттық тарих пен мәдениетті тануға көмектеседі, туған жерді құрметтеуге үндейді. Енді мына тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші нұсқадағы студенттер бір негізгі сөйлем деп аталады. Көкшетау поэмасының негізгі идеясын бір сөйлеммен жазыңыз. Екінші нұсқаға тапсырма тірек сөздерді табу. Поэманың мазмұнын ашатын 3 тірек сөзді жазыңыз және олардың біреуін қысқаша түсіндіріңіз. Келесі тапсырма жұптық жұмыс. Келісемін, келіспеймін. Мына пікірді талқылаңыз. Көкшетау поэмасында табиғат тарихи оқиғалардан маңыздырақ. Бір студент келісетін, екінші студент келіспейтін. Әр қайсы бір дәлел келтіру керек. Келесі тапсырма топпен жұмыс. Мағыналық ленталар. Әр топқа бір сөз беріледі. Тапсырма берілген ұғымның поэмада қалай ашылатыны 2-3 негізгі оймен түсіндіріңіз. Тарих, жат, отан, табиғат. Қорытындылай келе, Көкшетау поэмасы туған жердің сұлулығы мен халықтың тарихи жадын терең бейнелейтін шығарма. Сәкен Сейфуллиннің табиғат пен тарихты ұштастыра отырып, ұлттық рух пен отансүйгіштік идеясын жеткізеді. Назарларыңызға рахмет.